Сырға тағу сән емес, оның астарында үлкен мән мен мағына жатыр. Көптен бері көрмеген апатайымды кездестіріп қалып, мәре-сәре болдық, сағынысып қалып біз. Амандық саулық сұрасқаннан кейін ғана қолымдағы қызыма мән берді. Оның да бетінен сүйіп, еркелетіп жатыр. Құлағындағы сырғаға қарады да, мені керемет қуаныштан құр қалдырыпсың ғой, өкпелімін деді. Түсінбей, ан-тан болып қарағанымды бірден байқады. Қызына сырға таққан кезде айтамын, мұны салтанатты түрде тойлаған шығарсын деді. Негізі босанып келгеннен кейін ары барса 10 күнде құлағын тесіп, сырға тағып қоямыз. Бұл шараны апамыздың өзі жасайды. Қайта тұз сумен шомылып, құлағы жара болмайды. Майлап та әуре болмаймыз дедім. Мұны естіген әпкемнің көзі бақырайып кетті. Кішкентай сәбиді аямайтын, қандай қатыгезсіңдер деп ұрсып талды. Сөйтіп, сырға тағудың сән еместігін, оның астарына үңілсең, мағынасы мен мазмұны терең екенін ескертті. Осы орайда сырға тағудың қайдан келгені туралы да айтып өтті. Ауыз-ауыздан жеткен аңыздарға қарағанда, сырға тағу Бибісара анамыздан келген екен. Бибісара анамыз жасы 90-нан асса да, құрсақ көтермеген соң, Ыбырайым пайғамбар Бибіжар есімді күніне үйленген екен. Көп ұзамай Бибіжар анамыз құрсақ көтереді. Тоқалдың жүкті екенін білгенде Бибісарада қызғаныш пайда болады. Осыны сезгені біліс, ей Сара, еріне қанша адал қызмет етсең де, Құдайын ажарды сенен артық көрді. Бұл әділетсіздік. Оны өлтіріп, өшінді ал дейді. Қызғанышын жеңе алмаған Бибісара ажарды 2 жерден жаралаймын деп ант ішеді. Сол түні Бибісара анамыз түс көреді. Түсінде алып шынар ағашын егіп жатыр екен. Шынар тез өсіп, айналасына саясын төгеді. Ояна салып, түсін күйеуіне жортады. Ұзамай ұлды боласын, ұлын пайғамбар болады дейді Ыбырайым. Бибісара анамыз қатты қуанады. Алайда ажарды өлтіремін деген анты есіне түсіп, қызғаныштан ажарды жаралаймын деген антым бар еді. Енді не болады деп сұрайды. Іштарлық ібілістің сипаты. Ол адамның дәрежесін көре алмай, Алланың дәргейінен қуылғантын. Көңіліңді қызғанышқа билетпе. Ақ та болса ант ішпе, айрандай жұғар үстіне деген. Енді антты шартты түрде болса да орындау керек. Ол үшін ажардың құлағын ғана жараласан жетер дейді Ыбырайым. Бибісара анамыз қолына қанжар алып, ажардың 2 құлағының сырғалығын тесіп жарақаттайды. 2 құлағынан қан сорғалап, ажардың көркі қашады. Сара қанды көріп, шошып кетеді. Сол кезде Алланың әмірімен Жебірейіл періште пейіштен 2 сырға келіп, ажар анамыздың қос құлағына тағады. Жаннаттың лағыл тасын тағынғанда, ажар хор қызындай сұлу болып шыға келеді. Әйелдерге сырға тағу сол кезден бастап сүннет боп қалған екен деді. Сырға тағу қазақ халқында арнайы жасалатын мерекелік шара. Бұл туралы қазақы салт дәстүрлерді насихаттап жүрген Зейнеп апамыз да қазақ қыздарының құлағына 7 жасқа келгенде сырға таққанын айтып жүр. Әр нәрсенің өз жөн жоралғысы, өз уақыты болады. Қыз бала 7-ге толып, мектепке қадам басар шақта ағайын туыс, жақындар жиналып, бұл дәстүрді жүзеге асырады. Қыздың құлағын қолы жеңіл, тілі пысық, тірлігі тын әжелер атқарады. Мұндай қуанышқа куә болғандар көрімдігін беріп, шашуын шашады. Мүмкіндігі болса, кішігірім той жасайды деді жанашыр әпкем. Мұны естіген соң, келесі бөбегім қыз туылса, осы сөздеріңізді ескеріп, сізді қуанышыма арнайы шақырамын деп уәде бердім. Шынында да, болмашы дүниенің астарында үлкен салмақ жататынына мән бермейтініміз бар. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.